Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұзындық, өлшеу және салыстыру. Бүгінгі сабақта меңгеретін заттарды ұзындығы бойынша салыстыру, заттардың ұзындығын салыстырғанда тең, артық және кең таңбаларын қолдану, шамалармен қосу және азайту амалдарын орындау. Ұзындық және оның өлшем бірліктері туралы білетінімізді еске түсірейік. Ұзындық бірліктерін ата. Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Заттың басқы нүктесінен шетіне дейінгі арақашықтық. Сызғыштағы цифрлардың арасы 1 сантиметрге тең. СМ деп белгіленеді. Мына кітаптың ұзындығы 24 сантиметр. Ені 16 сантиметр. Үстелдің биіктігі 75 сантиметр. 10 сантиметр 1 дециметрге тең болады. 75 сантиметрді 7 дециметр және 5 сантиметр деп айтуға болады. Кітап шкафының биіктігі 2 метр. 100 сантиметр 1 метрді құрайды. 2 метр 200 сантиметр немесе Енді заттардың ұзындығын қалай өлшейтінімізді еске түсірейік. Суретке назар аудар. Өлшейтін заттыңды алдыңа жақын қой, қолыңа сызғыш ал. Сызғыш бойынан 0 цифрын тап. Заттың бір шетін сызғыштың бойындағы 0 цифрының тұсына туралап қой. Заттың келесі ұшы қай цифр деңгейінде аяқталғанын анықта. Бұл цифр заттың ұзындығын көрсетеді. Енді өз оқу құралдарыңды өлшеп көр. Яғни алдыңдағы дәптер, қалам, қарындашыңның ұзындығын өлшеп көр. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өлшем бірліктерді өттік. Енді біз практикалық жұмыс жасаймыз. Алдымыздағы оқу құралдарынан дәптер, қаламсап, қаламымыздың өлшемін өлшейтін боламыз. Ол үшін бізге сызғыш керек болады. Бірінші біз дәптеріміздің енін өлшейміз. Оның ені 16 сантиметр. Ал ұзындығы 20 сантиметр. Енді біз қаламсапымыздың өлшемін өлшейтін боламыз. Оның өлшемі ұзындығы 17 сантиметр. Ал енді біз қаламымыздың өлшемін өлшейтін боламыз. Оның өлшемі 13 сантиметр. Салыстыруға берілген тапсырмаларды орындайық. 2 үйдің енін салыстыр. Бірінші үйдің ені 30 дециметр, екінші үйдің ені 20 дециметр. Олардың шатырларының қабырғаларын салыстыр. Бірінші үйдің шатырының қабырғасы 20 дециметр.
екінші үйдің шатырының қабырғасы 30 дециметр. Шамаларды пайдаланып, сәйкес келетін санды теңсіздіктер құрастыр және тексеріп көр. Енді келесі салыстыруға берілген тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада берілген көше шамының биіктігі 70 дециметр, ал қол шамының биіктігі 70 сантиметр. Қоршаудың биіктігі 50 сантиметр, қоршаудың ұзындығы 50 дециметр. Орындықтарға назар аудар. Сары түсті орындықтың ұзындығы 30 дециметр, қоңыр түсті орындықтың ұзындығы 20 дециметр. Өлшеу нәтижелерін салыстыр және өз жауабыңды тексеріп көр. Ал енді шамаларды қосу және азайтуға берілген тапсырмалар орындап көрейік. Берілген өрнектердің мәнін тап. 40 дециметр қосу 20 дециметр тең 60 дециметр. Ал енді оқушым, бүгінгі сабақта қандай нәтижеге қол жеткіздің? Не үйрендің? Яғни, өз-өзіңе есеп беру үшін кері байланыс жүргіземіз. Заттардың ұзындығын өлшеп салыстыра аламын. Салыстыру нәтижесін жазғанда тең, артық және кем таңбаларын қолданамын. Жарайсыңдар оқушылар. Сонымен бүгінгі математика сабағы аяқталды. Назарларыңызға рахмет.